Адал жар, аяулы ана, асыл әжеге құттықтау. Кулембаева Светлана Сағат қызы. Құттықтауға біз келеміз асыға, ақ тілекті сізге арнап ашыла. Бар мадақты асыл жарға анашыма арнайын, 60 жылдық өмір жолын жырлайын. Туған өлке, Ермагатты қаласы, ыстық әргез әрбір гүлі даласы. Сағат әкемен Гаухар ананың отбасында 10 бала базарының ортасында дүние есігін Светлана қызы ашады. Әжелері той шашуын шашады. Қамқорлықпен махаббаттың аясында, жетелеген бауырлардың саясында, ақылды қыз өседі, бақытты күн балалық кез кешеді. Білім қуып мектебіне кетеді, пионердің ұранын айтып өтеді. Галстук таққан жас патриот сары қыз тез есейіп ақ жолына түседі. Енді міне қалам алып қолына, аттанады үлкен сапар жолына. Есепшілік мамандықты егеруге талапкер, техникумға қадам басты үміткер. Студенттік өмір, шіркін қызық кездер ай, армандармен жарқыраған көздер ай, гүлдей жайнап сұлу қызға айналды, ПТП-да қызмет етіп жайланды. Светлана қыз есепші боп еңбек жолын бастайды. Бұл амалды жаратқан да қоштайды. Себебі бұл жұмысқа жібергендей жаратқан, қара теңізде көңілдері жарасқан. Жұмабай әкеммен кездестірді, екі жасты ай мен жұлдыз жүздестірді. Қол ұстасып, бірге құрып болашақты, жас жұбайлар құрып жатты жаңа ошақты. Ақ жолына бірге қадам басады, бақыт күні нұр сәулесін шашады. Жыл өткен соң тойы тойға ұласып, отбасының қуанышы жалғасып, ардақ атты тұңғыш ұлы келеді, ата-анаға тәтті қылып береді. Күн нұрындай күлімдеген дарасы, ата-анасын қуантады баласы. Осылайша шаңырағымның тойы тойға ұласып, жалғыз ұлдың қызығымен жалғасып, әке ана еңбектеніп талмады, ақ ниетін ардағына арнады. Қуанышпен қиындықта беріледі адамға. Біреу құлап, біреу ширап, бел буады қадамға. Қайсарлықпен төтеп беріп бәріне, бір қорқыныш ұялатпай тәніне. Каргатудың студентіне айналып, дипломымен экономист боп жайланып, жер үйлестіру басқармасына бет бұрып, мекемеде қаржыгер боп сайланып, сол орданың ұжымымен сыйлас боп, өмірлік дос, адалдықпен сырлас боп, қиындықты жеңіп шықты тік тұрып, болашаққа жоспарларды нық құрып. Одан кейін Ақсудағы мәслихатқа ауысты. Ол жерде де тамаша ұжыммен қауышты. Бар білімін жұмысына арнайды, ел үшін еңбек етіп талмайды. Жас ұрпаққа үлгі болған ақылшым, ең керемет жан, менің асыл анашым. Жылы лебізі бар шәлемге жететін, қамқорлықты міндетіндей көретін, досы үшін ақ дастархан жаятын,
жора жолдас ақ көңілге тоятын. Әкеміздің қал жағдайын баптаған, адал жардың барша әдебін сақтаған, сол ниетін қабыл алып жаратқан, бақыт құсын шаңырағына орнатқан. Ардағұлы ақтап ана үмітін, білім алып тынбай жүрген күні түн. Казнытуды аяқтаған талапкер Италияға аттанады үміткер. Ол жерде де осалдықты танытпады, қиындықты жеңе білді, қамықпады. Жалғыз ұлы текті туған жан еді, ата-ананы бақытына балаған. Текті болмай кім болады баласы? Үлгі алған соң Жұмабайдай әкеден, үлгі алған соң Светланадай анадан. Италияда кездестіріп қосағын, Мәрзиямен тұтатады ошағын. Асыл ене қуанады келінге, өз қызындай оған жайып құшағын. Осылайша жайқалтады бақшасын, гүлдендіріп айналасын, ауласын. Шуақ шашып, нұрландырып маңайын, қуанышқа жиналады ағайын. Ата әже атануда бұйырады басына, абыройлы ақ түскен соң басына. Ибрахимдай немереге өмірге, қуанышпен шаттық толып көңілге. Одан кейін Абдуллах ерді соңынан, нұрын шашқан айы туып оңынан. Осылайша сарқырады жаңа өмір арнасы, немере кеп шежіренің жалғасы. Немерелер мойнына асылған, ата-әжесі махаббатпен ашылған. Бірімізге ардақты ана панасың, еркелеткен немере мен баласын. Алтын таққа лайықтысыз, асыл жан. 60 жылда мейірімін төгіп ашылған. Алғысымыз шексіз сізге анашым, сізге бүгін ақ тілекпен шашылған. Табылмас ана, сіздей жақсы іздегенмен, жаратқан аяулығып бізге берген. Шөбере шөпшегіңнің ортасында, тойлайық думан тойды жүзге келген.